Алматыда студент қыздар жоғалып жатыр. Бірақ ең қорқыныштысы, олардың қайда кеткені белгілі болуы мүмкін емес. Соңғы жоғалған қыз жалғыз болмаған. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, өтініш, каналға тіркелуді ұмытпашы. Сіздердің тек қана подписка жасағандарыңыз мен үшін бір қадам. Алматы, күздің қара суығы, қала әдеттегідей тіршілікке толы, бірақ соңғы айларда бір нәрсе өзгерді. Бірінен кейін бірі студент қыздар жоғала бастады. Алғашында ешкім мән бермеді, қашып кеткен шығар, өз еркімен кеткен деді. Бірақ 5-6 қыз жоғалғанда қорқыныш тарала бастады. Барлығының ортақ белгісі бар еді. Барлығы студент, барлығы кешкі уақытта жоғалған. Соңғы рет камерада жалғыз жүргені көрінген. Ал ең қорқыныштысы, бірде-бір ізі жоқ. Шалқар, журналистика факультетінің студенті. Ол жай ғана студент емес, шындықты қазуды жақсы көретін. Бір күні ол жаңалықтарды қарап отырып, жоғалған қыздардың ісіне көзі түседі. Бір нәрсе оған тыныштық бермеді. Бұл жай жоғалу емес, ол өзі зерттеуді бастайды. Шалқар жоғалған қыздардың әлеуметтік желілерін қарай бастайды. Алғашында ештеңе байқалмайды, бірақ кейін бір деталь көзге түседі. Барлығы бір жерге барған, ескі жабық қалған жатақханаға жақын маңда орналасқан көшеде. Қызығы, ол жер картада бар, бірақ адамдар сирек барады. Шалқардың іші біртүрлі тітіркеніп кетті. Сол түні Шалқар өзі сол жерге баруды шешеді. Көршілер бос, жел гуілдейді. Ескі жатақхана, алыстан қараңғы силуэт сияқты көрінеді. Терезелері сынған, есігі жартылай ашық. Шалқардың жүрегі қатты соғып тұр. Бірақ ол ішке кіреді. Ішінде иіс бар, ылғал, шірік иіс. Қабырғаларда түсініксіз сызықтар. Бір бөлмеде ол бір зат көрді. Қыздардың заттары, сөмке, телефон, шаш қыстырғыш. Бірақ адамдар жоқ. Шалқардың арқасынан суық тер ағып өтті. Дәл сол кезде жоғарғы қабаттан дыбыс естілді. Біреу жүргендей, аяқ дыбысы, баяу, ауыр. Шалқар тынысын ұстап жоғары көтерілді. Әр қадам сайын дыбыс анық естілді. Біреу бар. 3-ші қабат. Дәліз ұзын, қараңғы. Дәліздің соңында бір силуэт тұр. Қозғалмайды, жай ғана қарап тұр. Шалқар, кім бар бұл жерде, деп сыбырлайды. Силуэт баяу басын қисайтады, сосын күледі. Шалқар жүгіріп қашпақ болды, бірақ артынан есік тарс жабылды. Силуэт жақындай бастады. Жарық түскенде ол адам көрінеді. Бұл ер адам, көздері біртүрлі, тірі емес сияқты. Ол сыбырлайды. Олар әлі осында. Шалқардың арт жағынан сыбырлар естілді. Қыздардың дауыстары. Шалқар бұрылып қараса, дәліз толы көлеңкелер. Бір кезде жоғалған қыздардың силуэттері. Олар қозғалады, бірақ тірі емес сияқты. Сол ер адам күледі, ешкім кетпейді. Шалқар қашуға тырысады, бірақ дәліз ұзарып кетеді, шығатын жол жоқ. Келесі күні жаңалықтарда тағы бір хабар шығады. Журналистика студенті Шалқар жоғалып кетті. Полиция ешқандай із таппады. Ал сол ескі жатақхана әлі де тұр. Түнде оның терезелерінде әлсіз жарық көрінеді дейді. Ал ішінде біреу әлі де күтуде. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.